3 сынып әдебиеттік оқу. 3 сабақ. Тақырыбы Есеннің кірпісі. Шығарманың тақырыбын анықтайтын боласың. Жұмбақты шеш. Тұмсығында түймесі бар, үстінде сұр жейдесі бар. Жейдесінде инесі бар. Бұл некен? Әрине, шешуі кірпі. Енді кірпі туралы мынандай мағлұматтар бар екен. Бір кірпіде 7-8 мың ине болады. Қазақстанда 3 түрі мекендейді. Кәдімгі кірпі, құлақты кірпі және қара кірпі. Арқасын бүйірлерін тікенек ине басқан. Тұрқы 13-27 сантиметр, салмағы 700-800 грамм. Орманда, бұта арасында, бау-бақшада, тіпті елді мекендерде тіршілік етеді. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз, яғни оқитын әңгімеміз кірпі туралы екен. Ендеше танысайық. Мәтінді түсініп оқы. Есеннің кірпісі, әңгіме. Балалар, әңгімені өздерің түсініп оқыңдар, міндетті де түсініп оқу керек, сонда ғана сен мазмұнын біле аласың. Яғни бұл әңгімені жазған Сапарғали Бегалин атамыз, ол балалар жазушысы әрі ақын. Енді осы мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Әңгімеден табиғат суреттелген жолдарды тауып оқы. Осы үзінді бойынша қандай сурет салар едің? Яғни Есеннің үйінің қасында үлкен ағаш бар екен. Онда бірнеше алма, алмұрт өсіп тұрған, өріктердің, сонан кейін бүлдірген, жасыл жапырағы арасында өсіп тұрған осындай жеміс жидектерді байқауға болады. Ол осының барлығын өзі баптап, күтіп, суарып отырған. Соның арасында мінекей кішкентай кірпіде жүргенін байқауға болады. 5. Есен кірпісіне қандай азық дайындап қояды деп ойлайсың? Балалар, кірпі көбінесе сүт ішеді екен. Ол сүт зауытының қасында мекендеп, төгілген сүттерді ішеді екен. Бірнеше жаңағы кірпілер. Ендеше біз ойлаймыз, жаңағы Есен үйінің қасында енді мінекей жеміс жидектердің арасында жүргеннен кейін оған дайындаған жеміс жидектер, нан, сүт дайындап қоюы мүмкін. 6. Әуен тыңдаған кірпі туралы не айтасың? Осыған ұқсас оққан көрген оқиғаларында әңгімелеп бер. Яғни әңгімеміз кірпі мен улы жылан туралы. Осыны сендер естеріңе түсіріңдер. Ал кірпінің иіс сезу мүшесі мен есту қабілеті өте жақсы дамыған. Кірпілер өздерінен түшкіру, шырыл, шаңқыл, пырылдау, пысқыру сынды түрлі дыбыстарды шығарады. Ал бір-бірімен ысқырық арқылы сөйлеседі екен. Мінекей балалар, жаңағы Есеннің музыкамен мандарин тартқан кезде есту қабілеті өте жақсы болғаннан кейін ол өзінің іннен ақырын ғана шыққанын байқауға болады, е? Сонда ол әуенді жақсы көретіні, яғни баяу ойналған дауысты дыбысты естіп, жаңа Есеннің қасына келгенін байқауға болады. 7. Есеннің іс-әрекетіне өз көзқарасыңды білдір. Мәтінді басқаша тағы қалай атар едің? Мінекей музыканы жаңа тартқан кезде ақырын ғана қасына келіп тыңдап отыр екен. Енді біз Есен неседі? Табиғатқа жанашырлық таныту, сосын жан-жануарларға қамқорлық жасау, яғни Есеннің ісінен байқауға болады. Мінекей кірпіге қамқорлық жасау отырған және онымен тілдесе білгенін. Сондықтан Есен де кірпіге шамасы келгенше үлкен қамқорлық жасады деп айтуға болады. Ал мәтіннің тақырыптарын біз Есеннің кірпіге қамқорлығы немесе Есеннің асыранды кірпісі деп айтуға болады екен. Мінекей бізге берілген мақсатымызға толық орындады деп ойлаймыз. Сабақ аяқталды.